Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен театр ұжымдық өнер, жақсы сөйлемдер тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты әлеуметтік, қоғамдық, мәдени, тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Жай сөйлемдерді айту мақсатымен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Өткен сабақта біз сіздермен диалог, монолог, полилог дегеніміз не екенін танысқан болатынбыз. Енді сіздерге мәтін ұсынамын. Бердіжан, театрдың өзіне тән қандай ерекшелігі бар? Мадина, менің білуімше драмалық әрекет, музыка, ән мен бидің бір-бірінен бөлінбей тұрған кезінде кең таралған мәдени ойын-сауығы. Бердіжан, мен сенімен келісемін, ал театрдың неше түрі бар? Сағатбек, 2 түрі бар. Мадина, жоқ, Сағатбек, қателесесің. Театрдың драма, опера және балет секілді 3 түрі қалыптасты. Ұлдана, Густав Халаубек, егер 2 адам сөйлесіп, оны үшіншісі тыңдап тұрса, мұның өзі театр деген екен. Театр табиғатынан көпшілік қауымға ғана арналған. Қоғамдық, мәдени, мән-маңызы үлкен өнердің бірі. Ол көрерменсіз жеке өз алдына өмір сүре алмайды. Осыған байланысты сахна мен көрермен бірігіп отырып, шынайы өмір құбылысына ой жүгіртеді, оған өз тұрғысынан баға береді. Осы берілген мәтін қалай ойлайсыздар? Диалог па, әлде монолог па, әлде полилогқа жата ма? Әңгімелесудің қай түріне жатады? Кімнің сөзінен экспрессивті эмоционалды сөздерді кездестірдіңдер? Бердіжан, Мадинаның, әлде Сағатбек, әлде Ұлдананың сөзінен бе? Жауаптарыңызды күтемін. Сонымен қатар, біздің Қазақстан Республикасында көптеген театрлар бар. Мәселен, Астана балет театры 2012 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен құрылды. Ал ұжым өнер көрсететін негізгі алаң Астана балет театры 2016 жылдың желтоқсан айында ашылды. Астана опера мемлекеттік опера және балет театры Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2013 жылы ашылды. Сонымен қатар, әрбір облыс орталықтарында, Астана, Нұрсұлтан, Алматы қалаларында түрлі театрлар, драма театрлары бар. Енді жай сөйлем түрлеріне келейік. Жақты сөйлем және жақсы сөйлем. Жақты сөйлем бастаушы мен баяндаушы қиса байланысқан жай сөйлемнің бір түрі. Жақты сөйлемнің бастаушы болады, немесе сөйлемнің мазмұнынан бастаушының қай сөз екенін табуға болады. Яғни сөйлемде жасырын тұрса да баяндаушы арқылы таба аламыз. Жақты сөйлем 3-ке бөлінеді. Арнаулы жақты сөйлем. Мысалы, мен оқиын, сіз тыңдаңыз. Мен, сіз дегенің арнаулы жақты сөйлем екенге мысал келтіре алады. Ауыспалы, яғни ортақ жақты сөйлем. Көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра. Яғни сұрама деген екінші жақта тұрғандықтан біз оны екінші жақтың, яғни сен деген сөз арқылы таба аламыз. Бастаушы белгісіз жақты сөйлем. Негізінен үшінші жақта айтылады. Бастаушы қай сөз екені сөйлемнің мазмұнынан аңғарылады. Біздің бала кезімізде отты шақпақ таспен тұтататын еді. Тұтататын еді кімдер? Біздер. Яғни үшінші жақ арқылы табуға болады. Жақсы сөйлем. Жақсы сөйлем сөйлемдегі айтылар ой бастауыштан басқа сөйлем мүшелері арқылы берілетін жай сөйлемнің түрі. Жақсы сөйлемнің бастаушы болмайды. Оның жоқ екені сол сөйлемнің баяндаушынан білінеді. Жақсы сөйлемнің баяндаушы бірнеше жолмен жасалады. Бірінші, барыс жалғаулы тұйғы түстен кейін бол, тура, кел деген көмекші сөздердің келу арқылы. Мысалы, бұдан бірдемелерді ойлап шығаруға болады. Осындағы баяндаушы шығаруға болады. У деген тұйғы түстен кейін ға деген барыс септігінің жалғауы жалғанып тұр және бол деген көмекші етістік тіркесіп келу арқылы жасалып тұр. Екінші, Г, Г, Қ, К жұрнақтарының қалау райы арқылы жасалады. Оның ештеңеге қарағысы келмейді.
Бұл сөйлемде баяндауыш қарағысы келмейді. Түбірден кейінгі жалғанған ғ қалау райының жұрнағы. Үшінші, атау я бар септік жалғаулы тұйық етістікке керек, қажет сөздер тіркесу арқылы жасалады. Енді бізге ауылдағы адамдардың көңіл күйін білу керек. Осындағы тұйық етістікті сөз білу. Ол атау септігінде тұр. Және бұл сөзге керек деген сөздің тіркесіп келу арқылы жасалып, жақсы сөйлем жасап тұр. Төртінші, тәуелдік жалғаулы тұйық етістікке мүмкін, тиіс сөздер тіркесіп келеді. Біздің баруымыз керек. Осындағы баяндауыш баруымыз керек. Баруымыз деген сөз тәуелденіп бірінші жақта тұр. Және бұл сөзге керек деген сөз тіркесіп келіп тұр. Бесінші, жақсы сөйлемді тұрақты сөз тіркестері арқылы жасалады. Мысалы, оның шек-сілесі қатты, мұртын балта кеспейді. Осындағы баяндауыштар тұрақты сөз тіркестері арқылы жасалған. Сөйлемдерді талдап көрейік. Оқушылардың театрға барғысы келді. Алдымен бұл айтылу мақсат пен сазына қарай хабарлы сөйлем. Өйткені хабарлау мақсатында жұмсалып тұр. Құрамына қарай бұл жай сөйлем. Өйткені бір ғана ойды білдіреді. Жай сөйлемнің ішінде жақсы сөйлем. Себебі сөйлемде бастауыш жоқ, сөйлемнің негізі баяндауыш. Талдайық. Оқушылардың театрға не істегісі келді? Барғысы келді. Кімнің театрға барғысы келді? Оқушылардың. Оқушылардың қайда барғысы келді? Театрға. Баяндауыш талдайық. Түбірі бар, ғ дегеніміз қалау райының жұрнағы арқылы жасалып тұр. Театр көрермендердің ішкі жан сезіміне әсер етеді. Бұл сөйлем айтылу мақсаты мен сазына қарай хабарлы сөйлем. Өйткені хабарлау мақсатында айтылып тұр. Құрамына қарай жай сөйлем. Өйткені бір ғана ойды білдіріп тұр. Жай сөйлемнің ішінде жақты сөйлем. Өйткені сөйлемнің бастаушы бар. Театр көрермендердің ішкі жан сезіміне не істейді? Әсер етеді. Баяндауыш. Не әсер етеді көрерменнің ішкі жан сезіміне? Театр. Бастауыш. Театр кімдердің ішкі жан сезіміне әсер етеді? Көрермендердің. Анықтауыш. Театр көрермендердің несіне әсер етеді? Сезіміне. Тура. Толықтауыш. Театр көрермендердің қандай сезіміне әсер етеді? Ішкі жан. Анықтауыш. Сөйлемнің талдау барысы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді үй тапсырмасы. Қазақ тілі оқулығы 158 бет А тапсырмаларын орындаймыз. А тапсырмасын Google Classroom арқылы орындау. Тапсырмасы сөйлемдерді көшіріп жазасыздар. Жақсы сөйлемдердің қандай жолмен жасалғанына талдау жасайсыздар. Баяндауыштың үстіне қарындашпен жасалу жолын жазып қою. Алдындағы сөйлем сияқты талдау жұмыстарын жүргізесіздер. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сәттілік